Кеш жарық барлықтарыңызға. Егерде естіліп тұрса, плюс санын қосыңыз. Болмаса 5, 10 деп жазыңыз. Естілмесе естілмейді деп жазыңыз. Кеш жарық құрметті серіктестер, әріптестер. Бүгінгі вебинарымыз сол тақырып өз үйім бағдарламасы. Әзірше 5-6 минутымыз бар басталғанша. Вебинарға кірген қонақтардың саны көбейсін, жиналғанша. Қаншалықты адам жиналады екен көре тұрайық. Егерде естіліп тұрса, көрініп тұрса, 5 санын болмаса плюс, болмаса естілмейді, көрінбейді деп жазып жіберіңізші, соны байқайық. Қайырлы кеш. Жазып жіберіңіздер. Естіліп тұрса, естілді. Көрінбей тұрма, көрініп тұрма, соны білуіміз керек. 5 минуттен кейін вебинарымызды бастаймыз. Ал енді сұрақтарыңыз болса, оны көрейік. Сұрақтарыңыз бар ма екен? Сұрақтарыңыз болмаған қызық екен, ол да дұрыс шығар, барлықтарыңызға бәрі түсінікті болса. Ал енді жедел стратегиясын тағы бір қарап шығыңыз. Жедел стратегиясы, егерде сіз бірден бірінші үйге және үшінші үйге $35 кіруіңізге болады. Бірінші үй $5, үшінші үй $30. $35 сіз бизнеске кірдік деп есептеңіз. Бұл адам санын қысқартуға және жедел тезірек табысқа жету үшін. Бір кісіні тура өзіңіздей $5 бірінші үйге, сол кісі сіздің соңыңыздан үшінші үйге тіркелсе, сіз бірден $25 табыс аласыз. Және компания сізге 2 клон береді. Клон сіздің өз жеке бірінші үйіңіз астына клон 2, клон 3 болып түседі. Сонда сіз бірден екінші үйге өтіп кетесіз. Ал екінші серіктесті компанияның шарты бойынша 3 кісіні ақпарат айту. Екінші кісіні сіз клонның астына тіркесеңіз, сіз тағы да қосымша $5 табыс аласыз, және сол екінші серіктесіңіз үшінші үйге келсе, үшінші үйдің екінші бизнес орны толады. Сөйтіп сіз үшінші серіктесті бизнеске шақырдық есептейік. Оны да екінші клонның астына қойса, сіз тағы $5 табыс, және сол кісі үшінші серіктес болып, үшінші бизнес орынға тіркеледі. Сонда сіз бірден 4-ші үйге өтіп, 4-ші үйде тұрасыз. Қанша кісі шақырдыңыз? 3 кісі шақырдыңыз. Үшеуі $35 мен кірді. Қанша табыс таптыңыз? $35 табыс таптыңыз. Өйткені сіз бірінші үйден $5, үшінші үйден $20. Клоннан $5, тағы да клоннан екінші рет тағы $5. Барлығы $35. Енді бұл сізге осындай адам санын қысқартып, көп ақша жұмсамай, $5-дан 12-сі шақырып сіз үшінші үйге өтсеңіз, $35-дан үш-ақ серіктес шақырған күні сіз 4-ші үйге өтесіз. Ал одан да жедел тағы бір стратегия бар. Егерде сіз бірінші үйді, қосымша үшінші үйді және 5-ші үйді бірден алсаңыз, $215 шығын шығады екен, иә? Сөйтіп сіз бірінші серіктесіңізді тура сондай сомаға шақырсаңыз. Бірінші үйден $5, үшінші үйден
$20, ал 5-ші үйден 155. Барлық сомасы $180 сіздің табысыңыз. Бір адам шақырған күні. Компания сізге бірден 2 клон 3-ші үйден, 5 клон 5-ші үйден беріледі. Барлығы 7 клон сіздің бірінші бизнес үйіңізге толады. Бірден 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 клоныңыз сізде бірінші үйде толады. Сөйтіп сіз бірден 2-ші үйде де, 3-ші үйде де тұрасыз. Ал компанияның шарты бойынша сіз 2-ші және 3-ші кісіні шақырсаңыз, сөйтіп сіздің шақырған 2-ші кісіңізді клонның астына қойсаңыз, клоныңызге $5 пайда және 3-ші, 5-ші үйдің 2-ші бизнес орындары толады. 3-ші кісіні тағы да клонның астыңызға қойсаңыз, $5 табысқа шығасыз және 3-ші және 5-ші үйдің 3-ші бизнес орны бірден толады. Сіз бірден 6-ші үйге есік ашасыз. Ал сөйтіп сіз бірден 3 кісі шақырғанда жедел стратегия бойынша 6-ші үйге өтуіңізге мүмкіншілік ашылады. Және бұл маркетингтің тең жартысына жеттім деп есептеуге болады. Ал сұрақтарыңыз бар ма екен? Сұрақтарыңыз бар болса, жазып жіберіңіздер. Кейбіреуіне естілмеген болса, қайта кірсеңіз болатын еді. Естіліп тұр, дауысы шығып тұр дейді. Тамаша. Ал сұрақтарыңыз бар ма? Қай жерден, қандай сұрақ қоясыз? Жедел стратегиясы түсінікті ме? Тіркелуге қандай мүмкіншілік болмаса, ең басты сұрақ, өте жиі қойылатын сұрақ, тіркелу үшін не керек деген, иә? Тіркелу үшін сіздің аты жөніңіз, телефон, қай мемлекетте тұратыныңыз және электронный почта gmail.com болу керек. Өйткені gmail.com әлемдегі халықаралық болып есептеледі. Компаниямыз біздің өте компания gmail.com-ға жақсы сіздің пароліңіз ұмытылып қалса, сіздің Gmail почтаңызға ссылкамен, сілтемемен хат келеді. Ал егерде Mail.ru басқа почта болса, ол почталарға хат келмеуі мүмкін. Сондықтан Skype болу керек. Skype не үшін керек? Егерде сіздің ертең үлкен жетістікке жетіп, жақсы чектерді шығарып алу үшін сіздің жеке кабинетіңізде тұрған Skype-ға техподдержкадан сізге хабарласады. Дәлел үшін сіздің аты жөніңіз, қандай кошелекқа шығарып отырғаныңыз, кошелек номері дұрыс па екен, сондай анықтап, содан кейін бір 15-20 барлық саны 24 сағаттың ішінде сіздің жеке шотыңызға ақша аударылады. Ақша қалай шығады деп есептеуіңіз болады, сұрақ қоюыңызға болады. Егерде сіздің жеке кабинетіңізден Perfect Money, Advocash, Payeer электрондық кошелектарға сіздің
кабинетіңіздегі өзіңіз шығарып алатын соманы, жеке электрондық кошелек нөмірін жазып, және финансовый пароль деген бар. Сіздің жеке өзіңіздің қаржылық пароль, кабинетке кіру бір пароль, финансовый пароль екінші. Бұл сіздің кабинетіңіздің жақсы сақталып тұруына өте сондай мүмкіншілік берілген. Финансовый пароль жазасыз, сондан соң закрыть басасыз, перевести. Сонда сіздің жеке өз кабинетіңізде мои счета бөлімінде қарасаңыз, сіз қай күні сағат нешеде қандай сума шығаруға қойып қойғанын көресіз. Сізде жазылып тұрады заявка на вывод. Сонда ақша түскен сәтін қалай көресіз? Тура сол жерде сіздің жеке счетыңыздан сіз қойған сумма вывод деп жазылып тұрады. Платежная система вывод. То есть сіздің счетыңыздан сіз сұраған сумма уже шықты деген сөз. Так. Клондар. Қазір сіз жеке кабинетіңізден сіздің келесі клоныңыз қай жерге түсуін көре аласыз. Прогноз, клон қай сіздің құрылымыңыздағы кімнің құрылымына, структурасына түседі екенін сіздің жеке кабинетіңіздегі жабылмай тұрған клонға қарап, соңында сұрақ белгісі тұр, соны басқан күні прогноз көрсетіледі. Қай логиннің астына осы клон барып тіркелетінін көре аласыз. Ал құрметті халық, қосымша тағы қандай сұрақтарыңыз бар екен? Барлығы түсінікті ме? Тағы бір тәсілі бар. Ақшаны жеке кабинеттен аударып алу. Егерде сіз тағы да мои счета басасыз, внутренний перевод деген бар. Бұл сіздің жеке кабинетіңізден басқа серіктеске, басқа әріптеске сол кісінің логинына, жеке кабинетіне ақша аударуға мүмкіндік бар. Внутренний перевод басасыз, қанша сумма аударатынын жазасыз, және сол кісінің логинін жазасыз. Перевести деген сөзге жазасыз, сосын закрыть. Сіздің счетыңыздан сіз қанша сумма аударып тұрсыз, сол сумма өтеді. Ол кісінің счетына сол сәтте сол сумма түседі. Ол кісі өзінің жеке кабинетінде мои счета қарап, қай сағатта, қай мезгілде, кімнен, қандай логиннан сіздің кабинетіңізге қанша сумма түскенін көре алады. Барлығы бір сәтте, барлығы мөп-мөлдір тап-таза көрініп, есептеліп, жазылып тұрады. Ал құрметті қауым, егерде дәл қазір сұрақтарыңыз жоқ болса, ендігі келісіп көріскенше сау саламатта болыңыздар, амандықпен жолығайық, жақсылықпен, әр күніңіз жақсылықпен өтсін. Армандарыңызға жетіңіздер. Свой домға адамдарды ақпарат беріңіздер. Үлкен жетістікке, жаңа жыл келгенше дейін өз үйіңіздің кілтін алып, өз төріңізде отырыңыздар. Алла тағала тілектеріңізді бәрін қабыл қылсын.